Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Nearpod платформасы туралы айтатын боламын. Nearpod платформасында сіз өзіңіздің сабағыңыздың интерактивті түрде презентациясын жасап, студенттеріңізге онлайн түрде ұсына аласыз. Мына жерде студент деген жерге код беру арқылы студенттер сол кодпен кіріп, сіздің презентацияңызды онлайн түрде көріп, сабағыңызға қатыса алады. Nearpod платформасының мақсаты мұғалімдер өзінің сабағын оңай түрде интерактивті ресурстарын қолдана отырып сабағын өту. Яғни бұл платформа арқылы сіз өзіңіздің интерактивті видеоңызды жасай аласыз, презентацияларыңызды және ойын түрлерін осы платформа арқылы құрастырып оқушыларыңызға ұсына аласыз. Платформаны қолдану үшін біз оған тіркелуіміз қажет. Ол үшін мынау жоғарыдағы Sign up free дегенді басу арқылы тіркелетін боламыз. Мына жерде біз Teacher дегенді таңдаймыз. Тіркелу үшін сізге Google аккаунт немесе басқа да осындай аккаунттармен тіркеле аласыз. Google аккаунтыңыз болса, оңай тіркелуіңізге болады, немесе мына жерге толық форманы толтыру арқылы тіркеле аласыз. Мінекей платформаға кірдік. Енді біз ары қарай жұмыс жасау үшін Create a lesson дегенді басу арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Осы жерден Add contact немесе Activities дегенді басып, мына жерден қалаған контентіңізді немесе активитиіңізді жасай аласыз. Бұл жерде осындай көп деген активитилер бар. Мысалы, слайд жасауыңызға болады, веб, видео, және мына жерде көріп тұрғандарыңыздар аудио, ал активитида ойындар құрастыруыңызға болады. Тауға өрмелеу, ашық жауап, және мына жерде сәйкестендіру, тағы да есте сақтау ойын құрастыруыңызға болады. Біз қазір сіздермен бірге есте сақтау ойынын құрастыратын боламыз. Осы тестті оқушыларыңызға онлайн түрде, интерактивті түрде ойната аласыз. Ол үшін мына жерде текст стилі дегенге басатын болсаңыз, әртүрлі текстің стильдері шығады, жазу стильдері. Жазу стильдерімен қолдансаңыз да болады, немесе суреттерді қою арқылы да бұл ойынды құрастыра аласыз. Мына жерге поиск тұрған жерге кез келген сөздің ағылшыншасын жазатын болсаңыз, сізге осындай суреттерін шығарып береді. Сол суреттерді қолдана аласыз. Мінекей бірінші ойынымыз дайын болды. Енді қазір сіздермен бірге тағы да бір ойын түрін жасап көретін боламыз. Time to climb деп аталады. Яғни өрмелеу деген ойын. Бұл оқушылар өте жақсы көріп ойнайды. Бұны да онлайн түрде ойната аласыз оқушыларға. Ол үшін мына жерге question деген жерге сұрағыңызды жазасыз. Жауаптарын текстпен жазсаңыз болады, немесе суретпен жазсаңыз да болады. Сұрағыңызды ары қарай add question дегенді басу арқылы басқа да сұрақтарды қоса аласыз. Және мына жерде activity timer болады. Оны уақытын өзіңіз ұзартып, қысқартып жасай берсеңіз болады. Мінекей біздің екінші ойынымызда дайын болды. Енді астындағы save дегенді басып, сақтап қоюыңыз қажет болады. Енді бұл ойынды оқушыларға жіберу үшін жоғарыда көкті басасыз, сол кезде осындай код келеді. Осы кодтың сілтемесін копировать етіп оқушыларға жібере аласыз, немесе Google Classroom-ға қоса аласыз. Ойынымыз осылай ашылады. Бұл ойынды оқушылар кірген кезде өздері аттарымен бірге жарыс түрінде ойнайтын болады. Яғни қайсы оқушы жеңеді, сол ең биікке көтерілетін болады.
Енді мына жерде Nearpod Library деген бар, яғни кітапханасында сіз дайын материалдарды да алып қолдансаңыз болады. Мінекей көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде көптеген әртүрлі тақырыпта презентациялар, әртүрлі ойындар бар. Соларды өзіңіздің сабағыңызда қолдана аласыз онлайн түрінде. Сонымен қатар сіз сабақта қолданатын 3 әдісті осы платформада қолдана аласыз. Бірінші әдісіміз ол миға шабуыл әдісі. Бұл платформада миға шабуыл әдісін қолданып, оқушыларыңызға онлайн түрде өте аласыз. Және кім жылдам әдісін, жаңағы тауға өрмелеу ойыны осы әдіспен өтсеңіз болады. Және open-ended, яғни ашық, жабық сұрақтарды осы платформада қолданып, оқушыларыңызға қызықты сабақты өте аласыз. Nearpod платформасы арқылы айтатындарым осы. Сұрақтарыңыз болса, астына жазып өтіңіз. Видео сізге ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сау болыңыз.